Нұр-Сұлтан қайрымды қала. Желтоқсан айы елордада осындай ұранмен өтуде. Іс-шараның басты мақсаты аз қамтылған және ерекше қажеттіліктері бар көп балалы отбасылардан шыққан бүлдіршіндерге мерекелік көңіл күй сыйлау. Осы шара аясында бүгін Жастар сарайында 50-ге жуық балақай «Братец Лис и братец Кролик» атты қойылымды тамашалап қайтты. Ертегі жақсы мен жаман әдет-қылықтарды ажыратуды, адамгершілік пен достықты құрметтеуге шақырады. 1 сағатқа созылған пьеса кішкентай көрермендерге әсерін тигізгені айдан анық.